Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 3 түрлі жеміс-жидектен мохито сусынын жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді, әрі жасалу жолы өте оңай. Қыстың күні сіздерге таптырмас сусындардың бірі болатынына сенімдімін, әрі өте пайдалы. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі бізге қажетті жеміс-жидектердің барлығын осындай кішкене ас суда саламыз. Барлығына ас сода өте тазалайды. Жеміс-жидек, көкөніс барлығын осылай ас содасы және де кішкене яблочный уксус, яғни сірке суымен жақсылап жуып шайып аласыздар. Сонда микробтары кетеді. Өйткені бұл жеміс-жидектер сыртта тұрады, шаң тозаң болады. Сол себепті осылай жақсылап жуып, таза сумен шайып барлығын дайындап алатын боламыз. Мен барлық жеміс-жидектерді осылай жуып аламын. Енді өрікті осылай дәнегінен ажыратып, барлығын бөліп шығамыз. Егер құрттағаны болса, алып тастаңыздар. Барлығын дәл осылай өріктерді дайындап, ашып аламыз. Содан соң бізге апельсин қажет болады. Апельсинді кішкене жуандау етіп, дәл осындай дөңгелек формада кесіп алатын боламыз. Бұл компоттың бірінші түрі өрікпен жасалады. Бұл тура фанта сусынына өте қатты ұқсайды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Одан кейін бізге лимон қажет болады. Лимонды дәл осылай дөңгелек тәрізде кесіп алатын боламыз. Және де лимонның, апельсиннің дәнегін мүлдем қоспаңыздар. Ол өте қышқыл дәм береді. Сол себепті осындай дәнектерін алып тастауға кеңес беремін. Мен банканы жуып, бір күн алдын күнге қойып қойдым. Күнге қызып тұрған банкаға осылай барлығын орналастырып аламыз. Ең бірінші өріктерді саламыз. Және де апельсиннің 3 тілімін саламыз. Әр банкіге лимоннан 2 тілім салып шығыңыздар. Апельсин өте әдемі дәм береді. Сол себепті 3 данасын қосып шықтым. Енді бізге мята қажет болады, яғни жалбыз. Осы мятаның бір ғана жапырағын қосыңыздар. Өте көп қосатын болсаңыздар, дәмі кішкене қышқылдау болып кетеді. Сол себепті бір банкіге осындай бір тілімі жетеді. Енді қайнап тұрған суымызды құйып, барлығын толтырып құйып аламыз. Және де мен қақпақты алдын ала 5 минут қайнаған суға салып қойдым. Қайнаған судан алып, үстін жауып, енді сусынымызды 15-20 минутқа компотымызды қалдырып қоятын боламыз. Енді келесі компотқа көшетін боламыз. Бізге қара өрік. Енді қара өрікті де дәл солай дәнегінен ажыратып, тазалап алатын боламыз. Бұл мохитомыздың екінші түрі де өте әдемі, түсі де өте ерекше болып шығады. Қара өріктен. Қара өрікті де дәл осылай банкамызға жайғастырып аламыз. Барлығын салып болған соң, бұған да дәл солай апельсинді және лимонды салып шығатын боламыз. Жаңа айтып өткендей, дәнектерін барлығын алып тазалап алатын боламыз. Келесі кезекте апельсинді, лимонды дәл солай 3 тілімнен және де 2 тілімнен салып алып, жалбызымыздың осындай бір ғана таяқшасын салып шығатын боламыз. Мятаны барлығын саламыз. Бұны да дәл солай үстінен қайнап тұрған суымызды құйып шығатын боламыз. Және де қайнап тұрған суды құйып, қақпағын жауып, бұны да 15-20 минутқа қалдырып қоясыздар. Бұның да түрі өте әдемі болып шығады. Қараңыздар. Енді келесі кезекте бізде алмадан жасалатын мохито түрін көрсететін боламын. Егер алмаларыңыз кішкене үлкендеу болса 4 бөлікке бөлесіздер. Егер өте кішкентай болса 2 бөлікке бөліп, осындай артық дәнектерін барлығын тазалап аласыздар. Бұл мохитода өте ерекше, әр мохитоның өзіне жараса өте ерекше дәмі бар. Сол себепті дәл осылай жауып көріңіздер. Сіздерге қыстың күніне ұнайтынына сенімдімін. Алманы да барлығын дәл видеодағыдай жайғастырып аламыз. Бұны да қайнаған суға құйып, қақпағын жауып, тағы да біраз уақытқа қалдырып қоямыз. Біраз уақыт өткен соң, ең бірінші су құйып қойған өрікті мохитомыздың суын құйып алатын боламыз. Осындай кастрюльге, ыңғайлы кастрюльдеріңізге құйып алсаңыздар болады. Осындай крышка алуға кеңес береміз сіздерге. Кез келген банкіге осы қақпағын жауып, суын төккенге өте ыңғайлы. Дәл осы қақпақты жауып, суын құйып аламыз да, әр 2 литрге өлшеніп, осындай 1 стақан қант саламыз. Менде 2 литрліктен 2 банка болғандықтан, 2 осындай стақан қант құйып, қантын жақсылап ертіп алып, бір қайнатып қоямыз.
суы бір қайнап шыққаннан кейін дәл осы суды қайтадан осы банкіге құятын боламыз. Ыстық күйінде, қайнап тұрған күйінде осының үстіне құйып, қақпағын жауып, жақсылап закрывашкамен жауып тастайсыздар. Міне осымен біздің өрікті мохитомыз дайын болды. Қараңыздар, түсі де өте әдемі, тура фанта сусыны сияқты, дәмі өте ерекше болып шығады. Ал екінші мохитомызда 15 минут уақыт өтті. Бұның да суын төгеміз, және де әр 2 литрлік банкіге осындай бір стақанмен өлшеп құямыз да, тағы да жақсылап бір қайнап шықса болғаны. Қайнап шыққаннан кейін қайтадан өзінің үстіне құйып, қақпағын жауып тастайсыздар. Бізде келесі сусынымызда да дәл солай суын құямыз. Менде бұл жерде бір-ақ банкі болғандықтан бұл суға 1 стакан құйдым. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Міне дәл осылай көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Бір қайнап шыққаннан кейін құйып, барлық банкілерді дәл осылай жауып аласыздар. Міне біздің 3 түрлі қысқа арналған мохитомыз дайын. Байқасаңыздар, жасалу жолы өте оңай, ал қыстың күнінде рахаттанып ішетін сусындардың бірі. Балаларыңызға да өздеріңізге де 100% ұнайды. Видеоны аса лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.